Бисмилла сөз бастаймын, я рахман. Нұр болып ай менен күн толықсыған. Айтайын бір қиссаға артық сөзден. Тыңдаңыз, құлақ салып, ей мұсылман. Әйелдердің сырға тағу дәстүрі. Бибісара анамыз жасы 90-нан асса да құрсақ көтермеген соң, Ыбырайым пайғамбар Бибажар есімді күңіне үйленеді. Көп ұзамай Бибажар анамыз құрсақ көтереді. Тоқалдың жүкті екенін білгенде Бибісарада қызғаныш пайда болады. Осыны сезген Ібліс малғұн оған келіп: «Ей Сара, еріңе қанша адал қызмет етсең де, Құдайың ажарды сенен артық көреді. Бұл әділетсіздік. Оны өлтіріп, өшіңді ал» дейді. Қызғанышын жеңе алмаған Бибісара ажарды әлі аман болсам екі жерден жаралаймын деп ант ішеді. Сол түні Бибісара анамыз түс көреді, түсінде ғажап іс көреді. Түсінде алып шынар ағашын егіп жатыр екен. Шынар тез өсіп, айналасына саясын төгеді. Ояна салып, түсін күйеуіне жортады. Ұзамай ұлды боласың, ұлың пайғамбар болады дейді Ыбырайым. Бибісара анамыз қатты қуанады. Алайда ажарды өлтіремін деген анты есіне түсіп, пайғамбарға бүйлейді. Мен қызғаныштан ажарды жаралаймын деген антым бар еді. Енді не болады деп сұрайды. Сол кезде Ыбырайым пайғамбар: іштарлық Іблістің сипаты. Ол адамның дәрежесін көре алмай, Тәңірдің дәргейінен қуылған еді. Көңіліңді қызғанышқа билетпе, ақта болса ант ішпе, айрандай жығар үстіңе деген. Енді антты шартты түрде болса да орындауың керек. Ол үшін ажардың екі құлағын жараласаң жетер дейді Ыбырайым. Бибісара анамыз қолына қанжар алып, ажардың екі құлағының сырғалығын тесіп жарақаттайды. Екі құлағынан қан сорғалап, ажардың көркі қашады. Сара қанды көріп шошып кетеді. Сол кезде Тәңірдің әмірімен Жебірейіл періште пейіштен екі сырға әкеліп, ажар анамыздың қос құлағына тағады. Жәннаттың лағыл тасын тағынғанда ажар хор қызындай сұлу болып шыға келеді. Әйелдерге сырға тағу сол кезден бастап сүндет болған екен деседі.